қорғаушы Нұрлан Қайыржанұлы жоба. Сәлем достар, дәл қазір Каспий өңірінің қазіргі заманғы колледжінде құқықтану мамандығы студенттері арасында апталық өтуде. Осыған орай қаламыздың белгілі адвокаты Нұрлан Жолболов ПСК студиясына қонаққа келмек. Ендеше бірге тамашалайық. ПСК студиясы жобасы бұл оқу орындар арасында ұйымдастырылып отырған алғашқы жоба. Шоу түрінде ұйымдастырылған қызықты шараның алғашқы қонағы белгілі қорғаушы, сегіз қырлы, сырлы Нұрлан Жолболов Қайыржанұлы болды. Аталмыш жоба құқықтану мамандығының апталығына орай және студенттердің өз мамандығына деген қызығушылығын арттыру үшін арнайы ұйымдастырылған. Енді бұл шараның жалпы мақсатына келетін болсақ, жалпы Нұрлан Қайыржанұлы ағамызды осы Атырау қаласындағы белді, жалпы Атырау қаласында емес, республикамыздағы белгілі адвокаттардың бірі ретінде білеміз. Біз жалпы осы колледжіміздің қабырғасында құқықтану мамандығының апталығы өтіп жатқан бүгінгі шарамыз, былай орысша айтқанда завершающий шара болды. Сол жаңағы осындай бір өмірде бір өзіне алдына қойған мақсаттарын қоя біліп, және сол мақсаттарға жете білген бір адамды, тұлғаны, личность орысша айтқанда балаларға көрсетіп, міне осындай ағалар бар екендігін көрсетіп, соны үлгі қылатындай бір ценностный ориентир ретінде көрсеткіміз келген. Біз бүгінгі шара өз деңгейіне, өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Студия қонағы Нұрлан Жолболов өзінің жан-жақтылығы мен ерекше көзге түсіп, гитарамен ән шырқап, ұлттық ойынымыздың бірі асық ату мен ләңгі тебуді студенттерге үйретті. Бағдарламада ойнатылатын ойынның шарты бойынша Нұрлан мырза өзінің аттасы, жақын досы Нұрлан Әлімжанға қоңырау шалып, аудиторияға керемет әсер қалдырды. Мен шын айтсам, бұндай организацияны мен ойламаппын, былай болады деп. Мен ойладым, енді отырамыз бір мектеп классындай бұрындағыдай, бір-бірімізбен сұхбаттасып, әңгімелесіп, сонымен тарайтын болармыз деп. Но мынандай, бана жағдайда мынандай керемет студия, керемет бана ансамбль, мынандай студия ретінде құрылып, бана жүргізуші Батырхан, және бана сұрақтардың маңыздылығы қандай. Және бана осыған барлық шараға барлық оқытушылардың қатысып жатқаны, оның бәріне для галочки дейді, өткізіп жіберу емес, көрініп тұр да, осыған сол талпыныстары, соның ішінде студенттердің талпыныстары. Мен өте керемет сезімде болып тұрмын да, осы көңіл күйім көтеріңкі болып. Жоғарыда аталмыш жобаның біздің қаламызда алғаш рет ұйымдастырылып отырғанын айтып өттік. Мұндай қызықты шаралар жиі өткізіліп тұрса деген ниет білдіреміз. Бүгін өте керемет болды. Жалпы бұл кісімен кездесуге мен көптен армандап жүрдім. Енді осы колледжінің арқасында осындайға қолым жетті. Көп рахмет айтам. Келген қонағымызға да көп рахмет, осы уақытын бөліп бізге келген үшін. Жалпы бәрі өте тамаша өтті. Есіңе мені алыпсың бағым, алаңда жүрген кезімде мұңды, жалғаннан іздеп табасың жаным. Жауапсыз қалған сезімдерімді арналап саған әндерім дайым, бәрі де мұңды, қалай айтайын алдыңда сенің, таза болайын, мазаламайын. Сырларымдайды сарғайған көзге, сағынсаң ізде, үмітім дүзбе бірге болуды, жазбаса бізге мазаламайын.